біз сол айтқанда өзімізге көп алғанбыз. Сосын жаңа осы жерде не айттық қой? Мына сіздің бүкіл неге адамнан шығын шыға береді? Біз негізгі қазіргі поколение, біздер ұрылардың поколениясымыз. Ұрылардың поколениясымыз. Біздің қазір родымызды тексеріп көрсе, соңғы 3-4 род бар ғой, тексеріп көрсе, барлығы да ұрлық жасаған. Үкіметті жеді. Қай жерде істесе де, любой адам бір нәрсе ұрлайды. Мемлекетте, мекемеде жасап жүріп бәрін ұрлайды. Қазіргі адамдарымыз. Жұмысқа барғанда да бір жаққа устраивать қылғанда да, сол жерде біздің алалам ба, ұрлалам ба деп барады. Сол, кәмізде сол. Выгода іздейді. Выгода іздейді. Тоғыр болып жасаған ой, наным, тегін деген ой. Көрдің ба? Сол сенің ұрлаған нәрсең алған есесін шығарады. Сендер қазір сендерден шығыватқан шығынға қуаныңдар. Сен ана шығыныңды өтеп болмай, сенің үйіңе несібе кірмейді. Көрдіңіз ба? Сіздің баяғы бір кездегі әкеңіздің, шешеңіздің, өзіңіздің баяғы бір ғұмырыңызда ұрланған нәрсенің орнына келмей, толтырмай, гармонияға екеуі теңеспей сізге келмейді. Сондықтан да ол үшін өзіңіз адал болуыңыз керексіз. Мысалы, менің алдыма талай адам келді, консультация. Бәрі басында жоқ, тексеріп келген кезде бәрінің бірден, әйтеуір бірден ұрлаған. Қарауыл болып, мекеменің ағаштарын шегесіне дейін ұрлаған, интернетте істеп жүріп, балаларға арналған постель, матрас бірдемелерді үйіне алып келген, мынандай жаңағы қалбырдағы сүттерді, жаңағы нелерді, пайоқтерді үйіне алып келген. Вроде бы безвинно, да? Оны есептемейді. Оны Құдай көріп тұр бәрін. Үкімет жеп жатыр ғой бізді. Біз то деп мысалы, моющийларды болса да, құлақтан асылдық оғылшылар, например. Сол үшін государство не додает қазір, да? Вот, мемлекет біледі себебі. Қараңыз, ниетімізге, адамның ниетіне қарай патшасын береді дейді. Ұрыны ұры басқарды, болды. Ұрыны ұры басқарды. Ұры жаңағы депутаттар басқарды. Болды, Аллады, оған ренжудің қажеті жоқ. Ендігіден былай адалдық керек деп өзің ары қарай ете дальше. Сен любой уақытта адал іс атқарсаң, адамға болсын дейтін болатын болса, Құдай саған береді. Құдай даже сен азғандай ақшаның берекетін беріп қояды. Айтады ғой, түркі халқына Ердоған күшті деп айтады ғой, күшті не деп та, президент деп та, халықтың өзіне байланысты дейді та. Бәрі өзімізге байланысты. Алла берген да сондай. Көрдіңіз ба? Сол сияқты міне сізге үйіңізде күйеулеріңіз, балаларыңыз нето болып жатыр ма, оған ренжімеңіздер. Просто тәубелеріңізге келіңіздер. Алла бір кездері осымен баяғы бір ғұмырымда, демек баяғы бір ғұмырыңызда сіз күйеуіңізге өзіңіз алқаш болып оған бүйтіп не істегенсіз да? Өзіңіз сол еркекті бүйтіп сол дәрежеге жеткізгенсіз де, енді соң просто мына өмірге келдіңіз, надо вам пережить эту энергию. Болды, түсініңіз. Алла тағала мен түсіндім, баяғы мен ғұмырымда өстіп өзім алқаш болып мына байыма төпелеп күн көрсетпегенмін. Алла кешір, бір кезде менің жаман ниетім түсіндім, Алла тағала кешір, өзіңмен өзің отырда сөйлес. Прямо. Көрдіңіз ба? Шығар, өзіңмен өзің рахмет, Алла тағала, рахмет, мен түсіндім. Мен сенің әділ екеніңді түсіндім. Бір кездегі өзімнің істеген әрекетім, жизнь это бумеранг, өзіме қайтып келді. Түсіндіңіз ба? Өзіңіз баяғыда алқаш болып талай байыңызды сабағансыз. Талай байыңызға жаман сөз айтқансыз. Вот, соны просто түсінуіңіз керексіз. Неге маған андай беріп қойдың? Разве я заслужила? Богу виднее, сіз заслужить еттіңіз ба? Заслужить еттіңіз ба? Мен не жаздым. Біз сөйлеп ойнаймыз, көрдіңіз ба? Мен сондай қылады. Құдай еш нәрсе жазбайды, оны жазатын өзіміз болды. Өзім аяғынан жазып келді, просто осыны көріп алсын, и все. Поймите. Құдайдың несі жоқ. Құдайдың қатысы жоқ онда. Құдай ол тек просто саған неңді істеген нәрсеңді жазып отырды, қайтадан сол бойынша өзің көрдің, келдің, болды. Баяғы жазып алған нәрсеңді көрдің, болды. Сол үшін ол жерде вот именно адамға право выбора берген. Вот. Тек қана адамда бар право выбора, қалғандарда право выбора. 18 мың аланда ешкімде право выбора жоқ. Тек қана адамда бар. Өзгерту өзіңіздің қолыңызда тұр. Тағдырды өзгерту өзіңіздің қолыңызда. Бір күні автобуста отырдым да, ойлап отырмын.
Ақысын төлемей ақ қояйын ба депті. Жол ақысын төлемей ақ қояйын депті. Просто вот такой вот закрылся, да? Сосын хотя есінде тұр, жол ақысының сұрауы бар, ауыр болады деп та, төлеу керек. Енді сол ой келді маған. Енді алдымда екі ер адам отыр. Біреуіне айтады, сен төледің ба ана? Жоқ, төлеген жоқ, төле. Жол ақысы ауыр болады деп. Сонда еді, вот Алла тағала сол арқылы маған ойыма қарай, маған айтып отыр да, я поняла, что это мне говорит, Алла тағала мне говорит. Құдайым-ай, кешіре Везде божественный знак. Везде божественный. Сіздің айналаңыздағы жиналған адамның барлығы да от божества. Көрдіңіз, келіп тұрған адам барлығы. Түсіндіңіз ба? Сондықтан да соны қабылдауымыз керек. Біз бір-бірімізге үйретеміз, да? Келгенде это какой-то знак. Жоқ, просто надо бір информация келеді, например, да? Алла тағала өзі деп айта ғой. Біз мысық жақсы көреміз, да? Өткенде жазда бір мысықты балдар қорлап жүр екен. Соны алып келіп мен емдеп, жаңа бұл дейтін мойнын бұрап тастаған. Соны күйеуім жындарады, үйге емшексе әкелесің бірдеме. Бірақ қайта жақсы көріп барады екен мысықты. Сосын мен оны апарып ветеринарға өз ақшамды төлеп, емдетіп, рентгенге түсіріп. Мен айтамын, Алла тағала маған құлақ беріп тұр, ана шырылдап атқан ести. Ана жерде қараған әйел отыр, мән беріп отқан жоқ ешкім. Анам мияулағанын маған естітіп тұр да, ана қиналып жатыр ана мысық мияулап. Мен айтамын да, Алла тағала маған құлақ берді, саңырау емеспін. Көз берді, зрением слабый болса, көрдім. Иә, сол маған да қалай ақша жіберіп мысыққа дейді да. Зато мен Алла маған рахмет етті жаңа мысықты. Вот, міне қараңыз, мынандай бар да, бізде пазл дейді да, пазлың дейді. Бір күні бір адамға Алла тағаланың алдына барған, Алла тағала айтады, мен сені дейді жұмаққа дейді қалай кіргізейін дейді, пазлыңмен кіргізейін бе, әлде оқыған намазыңмен кіргізейін бе дейді. Пазл деген қазақша енді жаңағы биополе дегенде. Сонда биополе деген память намазымен кіргізеді. Намазымен кіргізсе, ол неге кіре алмайды, жұмаққа кіре алмайды екен. Енді былай мысал ретінде енді ол пазлыңмен жарылса онда дейді. Пазлыңда не бар екен қарайық деген кезде, оказывается, оның пазлында ол баяғыда мысық, ой, шегірткені көтенінен шөп тығып қорлайды екен. Көрдіңіз бе? Біз оны ойлаймыз ғой, ой деп, мысалы басып кете береміз бүйтіп. Мысалы, ол айтады, ал вселенная үшін күтті қандай құмырсқаның да мәні бар. Бәрін себебі Алла тағала жаратты. Сіз бір құмырсқаны басып кетсеңіз, сіз вселенныйдың энергетикасын дірілдетесіз. Ағаштың бір жапырағын түсіресіз, қазақ айтады, көкті жұлма көктей суласын дейді. Көрдіңіз бе? Оның бүйтіп бірдемесін түсіргенде әлемдегі вибрация болады. Ол вибрация, әлемнің вибрациясы менің бойымда тұр. Менің бойымда бір нәрсе бүйтіп қозғалады. Көрдіңіз бе? Баяғы кезде үйде менің нағашы атам болды, мына шыбындарды улатпайтын еді, қудыратын еді. Кішкентай кезімізде біз қуатын едік. Өлтірмейтін едік, улап, жаппай бүйтіп, біз тек қуатын едік. А біз қазір не істейміз, улап тастаймыз. Біз соның бәріне де жауап береміз. Оның бәрі даладан келіп отыр. Андай фраза көрдім да, біреуді үстінде қолыңыз қонақ қорқып кетеміз ғой, насипан қонса, ой деп шош. Ана айтады дейді, сен суреттен жеркеніп тұрсың ба, әлде суретшіден жеркеніп тұрсың ба дейді. Сурет еді, жаңағы шыбын да, суретші Алла ғой енді. Сонда сен кімнен жеркеніп тұрсың? Жеркеніп бұйбағай тарақандарды өлтіріп жатамыз. Оны жаратқан тоже Алла ғой мысалы. Сол суреттен жеркеніп тұрсың ба, әлде суретшіден жеркеніп тұрсың ба? Онда маған сіз отырғанын қойсаңыз еді. Мысық. Жаңа, кімнің несі бар ғой? Кажеттаның бір несі бар ғой? Кажетта деген ғой. Кажетта ғой. Оның көзіне не көрінеді ғой? Бір күні дейді, бір не қатты бір әйел ауырып жатыр дейді. Сосын мен ағайындары шақырды дейді. Енді не айтарымды барғаннан кейін көремін, мына адам өле ме әлде тіріле ме қалай болады дейді. Бір кезде мен барсам дейді, ана әйелдің дейді, жанында дейді, кілең иттер молиться етіп отыр дейді Құдайдан. Маған көмектес. Ол кажеттаға көрмеді, басқа адамға көрмеді. Кажетта сұрады, мына әйелдің итпен қандай байланысы бар деп айтты. Сонда ана бедепті,
мынау көшедегі бүткіл иттердің бәрін тамақтандырады. Көрдіңіз ба? Бұл адам өлмейді, себебі ол үшін ит молиться етіп отыр. Алла тағала иттің несін тыңдайды, молитвасын. Көрдіңіз ба? Тірі қалады. Сол сияқты мышыққа қамқорлық жасадыңыз ба, Құдайдың да сізге қамқорлығы бар. Мен сол бір неден кейін осы күндері айналадағы қаңғып жүрген иттерге обязательно немді лақтырмай далаға алып шығып соларға беремін, қаңғып жүрген иттерге. Қараңыз да, Құдайдың құдіреті. Қазір енді итті аттырмайды ғой. Біз енді ауылдық жерде тұрамыз ғой. Жұрттар иттен қорқып сөйтеді, маған бірде-бір ит тимейді. Потому что ит деп память қалады. Менің талай қолыммен апарғанымда, олар менің иісім, оларды сіңіп қалады, олар менің иісімді алыстан таниды. Риза болады маған. Көрдіңіз бе? Сен мен оған тамақ беремін. Ит адамның жақсылығын ешқашан да ұмытпайды. Вообще-то жануардың барлығы да ұмытпайды. Мысықта, ит бәрі де. Адам ұмытып кетеді, зато ит. Біз кеше қызымен екеуміз келе жатырмыз. Ана магазинге салғаш білмей алайыншы, что-то ана өтті. Жарайды, ладно, жүріп кірейік алайыншы. Ана алдында мысық отырды, қарамас. Сосын кірдік. Мама, я, говорит, не хочу ничего. Я говорю, а что мы тогда зашли? Давай вискас купим. Ана жерде мысық отыр ғой дейді. Голодная дейді ана. Я говорю, давай. Тауып алды сол вискасты. Сразу анау секіріп жатыр ана мысық, видимо, голодный действительно. Мама, они же тоже живые, они же души, живые души, потому что она всегда сабақтары қатысып мен. Соларға тамақ беріп, орыс қатындар пышақ, анау мынау деп мысықтары жақсы көрген ғой. Орыстар пышақ дейді. Не сұрады, ол мына мысық біледі. Мама, ты знаешь, исламда мысықтарды разрешают же дома держать. Инстаграм. Не, сол сияқты біздің әрбір істеген ісімізді біз өзімізше білмейді деп ойлағанмен, бір ұмыттырып жіберем дегенмен, біздің бойымыздағы память ешқашанда ұмытпайды. Түсініңіздер, ұмытпайды. Соны естеріңізге сақтап жүріңіз. Сол әрбір памятте жазылған нәрсені сарымайдан қыл суырған сияқты өзіміз шығарамыз. Сен оны өзің шығармасаң, ол өзі кетпейді. Көрдіңіздер ме? Енді біздің арғы жақтағы сабағымыз практикаға арналады. Перерыв нужно? Перерыв, давай.